Барлықтарыңызға сәлем. Сіз УЗИ-ге түстіңіз, иә? Дәрігер қағазға бірдеңе жазды да, сізге суық жүзбен қарап, өт қабыңызда тас бар, шұғыл операция жасап алып тастау керек деді, иә? Қорқынышты естіледі осы жерде, иә? Бірден ойыңызға пышаққа түсу керек пе, ағзамның бір мүшесін кесіп тастасам қалай өмір сүремін деген сұрақтар келеді. Тоқтаңыз, дәрігерлердің бәрі бірдей айтпайтын шындық бар. Кейде операция жасау ең үлкен қателік болуы мүмкін, ал кейде өміріңізді сақтап қалатын жалғыз жол. Бүгін біз осының ара-жігін ажыратамыз. Өттегі тасты ертіп жіберу мүмкін бе, әлде бұл интернеттегі алаяқтардың ертегісі ме? Осы видеоны соңына дейін көрсеңіз, сіз өз денсаулығыңыз үшін ең дұрыс шешімді қабылдайсыз. Және ең бастысы, асқазан ішек жолдарының жұмысын қалай қалпына келтіру керектігін білесіз. Ендеше кеттік. Алдымен жауды жүзінен танайық. Өт қабы дегеніміз не? Көп адам оны тек өт жинайтын қапшық деп ойлайды. Иә, дегенмен солай, бірақ оның қызметі біз майлы тамақ жегенде сол майды қорыту үшін өтті ішекке айдап шығару. Енді қараңыз, тас қайдан пайда болады? Елестетіңізші, сіз стаканға қантты сала беріңіз, иә? Сала беріңіз. Су аз, қант көп. Не болады? Қант түбіне шөгеді. Өт қабында да дәл солай. Егер өт қоюланып кетсе, ондағы холестерин кристалданып тасқа айналады. Енді негізгі себептері. Олардың негізгі себептері дұрыс тамақтанбау, тым көп майлы тамақ немесе керісінше аштық жариялау. Су ішпеу. Су аз болса, өт қоюланады. Қозғалыстың аздығы, өт тоқырап қалады. Достар, комментарийға жазыңыздаршы, сіз күніне қанша литр су ішесіз? Және майлы тамақты жақсы көресіз бе? Шыныңызды айтыңыз осы жерде. Ең маңызды сәтке келдік. Операциясыз құтылу мүмкін бе? Жауап: иә, бірақ бәріне емес. Сізге ешкім айтпайтын нюанс мынада. Тастардың негізгі түрлері болады. Яғни олар екіге бөлінеді: холестериндік және пигменттік тастар. Холестериндік тастар олар жұмсақ, пластилин сияқты. Оларды дұрыс еммен ерітуге болады. Ал пигментті тастар бұлар кальцийленген тастар дейді. Олар тас сияқты қатты. Оларды еріту мүмкін емес. Егер сізде тас кішкентай болса, ауыртпаса және ол жұмсақ тас болса, оны сақтап қалу үшін күресуге болады. Қашан операция жасау міндетті? Егер тас өт жолын бітеп тастаса, егер қатты ауырсыну жиі болатын болса, және тас өт қабын іріңдетіп жіберсе. Бұл жағдайда шөп-шем, тұз қоям деп жүрсеңіз, өміріңізбен қоштасуыңыз мүмкін. Дәрігер ретінде ескертемін сіздерге, осы жерде абай болыңыздар. Ал егер сізде жағдай ушықпаған болса ше, дәрігер бақылайық дейді, онда не істейміз? Қол қусырып отырамыз ба? Жоқ, біз өтті сұйылтуымыз керек. Бұл жерде екі қаруымыз бар. Оның біріншісі дәрі-дәрмекпен, екіншісі өмір салтын түзеу арқылы. Урсодезоксихол қышқылы бар. Оны тек дәрігерлер сізге жазып береді. Ал өмір салтына тоқталсақ, бұл тамақтану, бұл 80% жетістік. Көп адамдар диета нөмір 5 деп қана шектеледі, бірақ ол кеңестік заманнан қалған ескі жүйе. Қазіргі нутрициология басқаша айтады. Сізге майдан мүлде бас тартуға болмайды. Керісінше дұрыс майлар керек, сонда ғана өт айдалады. Бірақ қандай май керек, қашан жеу керек, қандай өнімді қорытады, ол қайсысы сұйылтады деген сұрақтар сізді мазалайды ма? Достар, мен қазір сізге мынан жеме, анан жеме деп ұзақ лекция оқи аламын, бірақ видео 3 сағатқа дейін созылып кетеді және оны сіз ұмытып кетесіз. Асқазан, өт, ішек бұл бір тұтас конвейер. Өтте тас бар ма? Демек, асқазанда да, ішекте де проблема бар деген сөз. Оны кешенді түрде шешпесе, тас ерімейді, ал операция жасасаңыз да басқа жеріңіз ауыра береді. Көптеген оқырмандарымның сұрауы бойынша мен арнайы асқазан СОС атты толық нұсқаулық гайд дайындадым. Бұл гайдта не бар? Өтті сұйылтатын нақты тағамдар тізімі, қазақша және қарапайым өнімдермен жазылған, тас мазалағанда жедел көмек көрсету алгоритмі, асқазан қыжылы, мысалы изжога, ауырша, ентігу, ауырсыну кезінде не істеу керек, дайын меню, яғни таңғы, түскі және кешкі асқа не жеу керек сияқты сұрақтарға мен осы гайдында жауап беремін. Бұл жай ғана PDF файл емес, бұл сіздің ас үйіңіздегі жеке нұсқаулығыңыз. Сіз видеоның астындағы сілтемеге өтіп, асқазан СОС гайдын дәл қазір
алып үлгеріңіз, және де осы жерде асқазан гайдын алған адамдарға консультацияға 20% жеңілдікпен жасап бере аламын. Өт қабыңызды сақтап қалғыңыз келсе, дәл қазір әрекет етіңіз. Денсаулық күтіп отырмайды. Ал енді сіздер жиі қоятын ыңғайсыз сұрақтарға жауап берейін. Бірінші сұрақ ол, өт айдайтын шөптер ішуге бола ма дейді көбісі, иә? Жауап: абайлаңыз, егер тас үлкен болса, шөп оны қозғап жіберіп, түтікшеге кептеліп қалуы мүмкін. Ол кезде шұғыл операция ғана көмегі бола алады. Өз бетіңізше ішпеңіз, иә? Зәйтүн майы мен лимон шырынын ішіп, тасты түсіруге бола ма дейтін сұрақтар да бар. Бұл өте қауіпті әдіс, яғни сіздің организміңізде панкреатит дамуы мүмкін, яғни ұйқы безінің қабынуы. Интернеттегі мұндай халық емдеріне сене бермеңіздер. Тас ерімейтін болса, оданша операция жасап құтыла салайықшы дейтіндер бар, иә? Оларға айтарым, операция мәселенің шешімі емес, салдарымен күрес. Өт қабы жоқ адамдарда да ас қорыту бұзылуы мүмкін. Яғни постхолецистектомиялық синдром дамиды. Сондықтан асқазан сос гайды операция жасатып қойғандарға да өте қажет. Себебі өт жоқ болса, диета 2 есе маңызды болады. Сонымен қорытындылайық. Өт қабындағы тас үкім емес. Бұл сіздің ағзаңыздың маған назар аударшы, мен қиналып жатырмын деген дабылы. Сізде таңдау бар: пышаққа түсу немесе өмір салтын өзгертіп, өз ағзаңызбен достасу, иә? Егер сіз екінші жолды таңдасаңыз, менің асқазан сос гайдым сізге көмекші болады. Сілтеме төменде. Видео пайдалы болса, лайк басып, өт қабы ауыратын таныстарыңызға жіберіңіз. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Біз мұнда денсаулық туралы қарапайым тілмен айтамыз. Сау болыңыз. Келесі кездескенше.